Саламатсыздар ма? Бүгін сағат 2 болшы, екеуі де себепті. Есет пен Рамазан. Бүгінгі жаңа тақырып баламалы энергия көздері ақылды үй. Жаңа тақырыпты бастамастан бұрын үй жұмысына бір шолу жасап өтейік. Ротор мен статордың айырмашылығы. Ротор айналатын бөлігі, ал статор айналмайтын бөлігі. Бұл генератордың құрылысы. Трансформаторды неше түрін білеміз? Трансформатордың 6 түрі бар. Bir фазалық, 2 фазалық, 3 фазалық және автотрансформаторлар және ауа трансформаторлар бөлінеді. Bir фазалы және көп фазалы трансформатордың айырмашылығы қандай құрылысында болады? Тез аты айтып тұр. Bir фазалы және 3 фазалы. Айырмашылығымыз бар. Орамда санында бар, иә? Тоқ дегенімізде не бар? Тоқ дегеніміз зарядталған денелердің бағытталған қозғалысы. Оң заңы қойды. Оң заңы. Ойықтың кернеуі мен өткізгіштері көп болған кезде тізбектің бойындағы тоқтың көбеюі. Енді бүгінгі тақырыбымызға өтейік балалар. Баламалы энергия көздері Қазақстанда жалпы жер бетінде адамзаттың көбеюіне байланысты бізде дәстүрлі қазба байлықтарымыз болсын, дәстүрлі энергия көздері болсын, бітуге тәмамдалып келе жатыр. Сондықтан біздің ғалымдарымыз осы баламалы энергия көздерін алуды ойлап тапты. Соған байланысты құрылғыларын шығарды. Бізде баламалы энергия көздеріне ауадан, судан, желден және биомассадан алатын энергияларымыз кіреді. Жаңа тақырыпты жазып отырамыз дәптерімізге. Баламалы энергия көздерін жазып алайық. Бүгінгі күннің датасы баламалы энергия көздері атом электр станцияларынан, гидроэлектр станцияларынан, жел электр станцияларынан, күн панельдері арқылы және су гидроэлектр станцияларынан алынады. Соның ішінде біз бүгін өтетініміз күн панельдері арқылы алынатын энергия көздері. Энергия көздері және энергияны алатын бөліктерін жазып алайық. Кластер арқылы сызамыз. Жел бізде ауа массаларының қозғалысы арқылы алынады. Геотермалды жер жылуы арқылы алынады. Күн сәулелері, яғни солнечный панельдер арқылы және гидроэнергетика теңіз бен мұхиттағы судың қозғалысы арқылы. Биоэнергетика отқа жағудан алынған жылу арқылы. Сіздердің алдарыңызда Қазақстанда электр энергиясының өндіріс картасы, яғни өңірлер бойынша 2023 жылғы статистика бойынша. Қарап алайық, Қазақстанда ең көп қай жерде өндіріледі екен? Павлодарда көрсетеміз. Қазақстанның энергетика аймақтары берілген, сіздерде бұл картада қарасақ, Рудныйда, Павлодарда, Қарағандыда және де Балқашта, көбінесе орналасқан Шымкентте. Келесі өзіміздің тақырыбымызды оқылайық. Электр энергетикасын дамыту, яғни күн панельдері арқылы. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, күн панельдері көрсеткен үйді электр жарығымен жабдықтауға баға. Бұл бізде Қазақстанның энергетикалық жабдығы қанша миллион ақша бөлініп жатқан, қай жақпен келісімшарт болып тұрғандары, оның ішінде бізде ең үлкен келісімшартты Сауд Арабиясымен Қытай алып тұр, көріп тұрғандарымыздай. Енді біздің бүгінгі басты тақырыбымыз ол күн панельдері арқылы тұрғын үйді жабдықтау. Бұл жерде күн панельдері арқылы екі қабатты тұрғын үйдің электрмен жабдықтау макеті көрсетілген. Бірінші қабат бізде дәстүрлі энергия көздері арқылы жабдықталады. Екінші қабатымыз күн панельдері арқылы жабдықталған. Күн панель арқылы батарея зарядталады. Сол зарядталған батареядан біз питание аламыз. Екінші қабат полный бізде күн панелі арқылы жабдықталып тұр. Мына қабат
класстың ішінде сіздерге көрсету үшін біз дәл осы батареяны қойып отырмыз. Себебі класстың ішіне күн сәулесі түспегендіктен күн панелі класстың ішінде жанбайтын болғандықтан біз осы батарея арқылы сіздерге наглядный пример көрсетіп отырмыз. Одан кейін сыртында тұрған датчиктер және қастан өтсеңіздер өте қош қастан әсер етеді. 200 секундтан кейін қайтадан сөніп қалады. Бұл да өзінің настройкасы бар. Дневной және ночной дейін біз күндізгіге қойып қойдық, себебі балаларға көрсету үшін. Осының барлығы күн панельдері арқылы жабдықталып тұр. Жаңа тақырыпты қорытындылау мақсатында бақылау сұрақтарына жауап беру өтіп, біртіндеп тек таңдай алыңыздар. Шағыл қайнар. Асинхронды қозғалтқыштың жұмыс принципі. Механикалық энергияны электр энергиясына айналдырады. Дұрыс отырған. Келесі кім шығады, шыға беріп балалар. Келесі келе алыңыздар. Келе оқыңыздар. Ротор мен стартердің жұмыс істеуі. Ротор бізде айналады, ал стартер айналмайды. Келесі кім шығады? Айбын, Диас, Бағдат, Қуаныш, Мержан. Келе осы. Есеп болса, бірден шығара қояды. Бұл жерде бізде берілгені айналу моменті, бізде айналу моменті 360 Одан кейін шегеді берілген. жетіп беріп тұрып 28 минут. Бұл жерде біз полистер санын тауып жатыр. Бізде полистер санының формуласы айналу моментін жетіге көбейтеміз, яғни 360-та 28-ге тең болады 10.080. Келесі шағын. Айбын келу.